Сәлем достар, оразаны бұзатын және бұзбайтын жағдайлар. Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Адам баласының жаны мен тәнін тазартатын ораза құлшылығы әр мұсылманға парыз етілген. Назарларыңызға оразаны бұзатын және бұзбайтын жағдайларды ұсынамыз. Оразаны не бұзбайды? Бірінші, ұмытып ішіп жеу оразаны бұзбайды. Бірақ ұмытқан адам есіне түскен кезде жеуді дереу тоқтатуы керек. Екінші, ұйқыдан жүніп болып ояну. Үшінші, әйелін сүю немесе денесіне қолын тигізуі. Мұндай жағдайларда егер мәни шықпаса, ораза бұзылмайды. Төртінші, әйеліне қолын тигізбесе де оған қараудан немесе шахуатын қоздыратын жағдайларды ойлап мәни шықса. Бесінші, түнде жүніп болып ғұсыл алуды сәресі уақытынан кейінге қалдыруы. Алтыншы, аузына келген қақырықты жұту. Жетінші, түкірік немесе мұрынды тарту арқылы бір нәрсенің тамаққа кетуі. Сегізінші, құлаққа су кіру, бұлақ ағу. Тоғызыншы, темекі түтіні немесе топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны, жауынның тамшылары тамаққа еріксіз кірсе, ораза бұзылмайды. Оныншы, тістердің арасында қалған тамақ қалдықтары ноқаттан кішкене болса, оны жұту оразаны бұзбайды. 11-ші, еріксіз ауыз толы құсу, немесе оның қайта ішке кетуі оразаны бұзбайды. 12-ші, қан алдыру, немесе сүлік салдыру. 13-ші, көзге, құлаққа дәрі тамызу. 14-ші, мисуак немесе тіс пастасын қолдану оразаны бұзбайды. Бірақ пастасы ішке кетіп қалса бұзылады. Ең абзалы таң намазы кірмей тұрып тістерді жуу. 16-ші, тіс жұлдыру оразаға кедергі жасамайды. Бірақ жұлдырған уақытта ауыздағы қанды яки дәріні жұтпау шарт. 16-ші, ауыз бен мұрынға су алып шайқау оразаны бұзбайды. Бірақ тамаққа кетпеуін қадағалау қажет. 17-ші, душқа жуыну, теңізге, көлге түсу оразаны бұзбайды. Бірақ су жұтып қоюдан сақтану керек. Оразаны не бұзады? Бірінші, әдейі бір нәрсені жеп ішу. Екінші, темекі шегу, насыбай ату, дәрі ішу, құрамда нәрлі заттары бар, укол қабылдау. Үшінші, аузындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Кафарат деп Рамазан айының оразасын себепсізден біле тұра бұзып жіберсе, 2 ай ораза ұстауды. Оған шамасы келмесе 60 кедей тамақтандырып тойғызуды айтады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.